құрбыммен бірге кафеге барам ғой. Кафеде осындай коктейльге заказ бердік та. Енді ішіп көрген ек дәмі күшті, қатты ұнап қалды. Үйге келіп жасайын дедім. Бір стаканын 2,5-2800 теңгеден аласың ғой. Жаман удай қымбат болады ғой. Сонымен үйге келіп банан, клубникаларын бәрін сатып алдым, свежий пісіп тұрғаннан. Сосын барлығын жақсылап жуып шайып тазалап бөліктерге бөліп, үлкен үйдегі банкі болса, бірден молынан жасаңыздар, өйткені бала шағаларыңыз тоймай қалады. Мұз, сосын мен мед салдым, одан кейін сүт қосасыздар. Мұзды қоспасаңыздар да болады. Енді салқын болсын десеңіздер, мұз қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап тұрып бөлінген езесіздер, стакандардың ішіне мұз салдым. Бұл енді үлкендерге, балаларға мұзсыз бұлаяқ жасап берсеңіздер болады. Енді өте дәмді, әрі пайдалы, әрі керемет сусын жасап көрсеңіздер болады. Парақшамнан неше түрлі рецепттерді тауып аласыздар. Сол үшін лайк басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.